Қазақ поэзиясындағы ең көрнекті туындылардың бірі Ильяс Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасы. Бұл шығармада тек бәйге тұлпарының тағдыры ғана емес, адам мен ат арасындағы шынайы достық, адалдық пен сағыныш терең бейнеленген. Ақан серінің сенімді серігі Құлагер қазақ даласындағы талай бәйгеде топ жарып, елге танылған атақты тұлпар еді. Ақан сері үшін ол жай ғана ат емес, жан серігі, мұңын бөлісер адал досы болды. Сері мен тұлпар арасындағы осы бір ерекше байланыс поэманың басты өзегін құрайды. Құлагер, құлыныңда келіп едің, нағашым сұрағанда беріп едім. Құлагер, әкең тұлпар, шешең сұңқар, алып ең дөненіңдей сегіз арқар. Сен өлсең орның басар көкбесті бар, болат Құдай қаласа, о да тұлпар. Алайда Құлагердің атағы мен даңқы кейбір адамдардың қызғанышын оятып, ақыры қайғылы жағдайға алып келеді. Қастандықтың құрбаны болған тұлпардың өлімі ел ішіне үлкен қайғы әкеледі. Сүйікті тұлпарынан айырылған ақан сері терең қайғыға батып, Құлагерге арнап мұңға толы ән шығарады. Сол ән арқылы Құлагердің есімі халық жадында мәңгі сақталып, аңызға айналды. Құлагердің ғұмыры қысқа болса да, оның даңқы өшкен жоқ. Ол еркіндік пен адалдықтың символы ретінде халық жүрегінде мәңгі сақталды. Бұл поэма арқылы ақын әділетсіздікке қарсылық пен рухтың асқақтығын көрсетті. Ильяс бұл шығармасымен өзінің де қасіретті тағдырын болжағандай еді. Бірақ шын шебер уақыттан озып кетеді. Құлагер шері ешқашан өлмейді. Бүгін Құлагер біздің рухымыздың бойтұмары, Ильястың шері, ақанның зары. Құлагер поэмасын оқи отырып, мен бір нәрсені түсіндім. Шынайы талант пен шын жүректі бәрі бірдей қабылдай бермейді. Бұл шығарма маған қызғаныштың адамды қандай қатыгездікке апаратынын көрсетті. Бірақ сонымен бірге рухтың ешқашан өлмейтінін түсіндірді. Құлагер құлағанымен оның даңқы құлаған жоқ. Ақан серінің қайғысы арқылы біз өнердің қасиетін, еркіндіктің бағасын түсінеміз. Ильяс Жансүгіров бұл поэмасы арқылы әділетсіздікке қарсы үн қатады. Құлагер тек өткеннің емес, бүгінгі күннің де шындығына жетелейтін мәңгілік шығарма. Назарларыңызға рахмет.